Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен маржан қазанда піскен қуырдақпен таныстырамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, подписаться етіп ұмытпаңыздар. Бізге картошка, мен көпшілік кезден соң көп картошка, өзіңізге жетерліктей картоп, пияз, помидор, болгарский қосамын. Бірінші пиязымызды турап бәрін дайындап алдым. Осылай турап барлығын жақсылап. Сосын ошағымызға от жағып, майымызды қыздырып аламыз. Ошаққа от жағу қиын деп ойлайтынмын, оказывается оңай екен. Сосын етімізді салып, бұқтырып, біраз қызартып, қуырып аламыз. 20 минуттай қуырсақ болады, бірақ көп десеңіздер өздеріңіз. Мен 20 минут қуырдым. Одан кейін пиязын салып, бұқтырып қойдым суға. 1 кружка су құясыздар. Сосын астына от салып, бұл жақсылап езіліп пісу үшін. Картошкамызды турап, пияз, помидор, болгарскийімізді турап, бәрін дайындап қоямыз. Пиязымызды қосып, біраз қуырған етіміз бен пиязымызды суға бұқтырып қоямыз. Кемі 30 минут бұқтырамыз ет пісу үшін. Менде еттің көлемі көп болғандықтан біраз бұқтырамын. Дәмі өте ерекше, қазанында піскен тамақтың дәмдері енді айта алмаймын. Күшті болады, өте. Сіздер де жасап көріңіздер. Сосын ең соңында картошкасын саламын. Сосын картошканы салған соң бетін шара немесе бір табақпен бетін жауып демдеп қоямын. Ауа кірмесін. Сол кезде суын, буын бәрін өзіне алып, әдемі болып осылай мол езілмейді. Картошкаларыңыз осылай дана-дана болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.